Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен қамыры ресторандағыдай өте жұмсақ, нәзік, ауызға салғанда еріп кететін, әрі дәмді болып шығатын саңырауқұлақтан пицца дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын елеп аламыз. Ол үшін таза ыдысқа 1 стакан жылы су құямыз. 1 шай қасық ашытқымыз саламыз. 1 шай қасық тұзды саламыз. 1 ас қасық қантты салып араластырамыз. Енді бетін жауып 15 минуттай ашытқымыз көпіргенше қойып қоямыз. 15 минуттай уақыт өтті. Ашытқымыз көпірді. 2 ас қасық қаймақты саламыз. Бұл міндетті емес. Араластырамыз. Енді үстіне ұнды қосып отырып қамыр илейміз. Сұйық майдың көмегімен қамырды жинап басамыз. Мінеки дайын. Бетін жауып жарты сағаттай қамырымыз көтерілгенше орамалмен орап қойып қоямыз. Жарты сағат өтті. Мінеки қамырымыз көтерілді. Қолымызды кішкене майлап, қамырды сыртқа шығарамыз. Бұл қамырдан 3 пицца шығады, сондықтан теңде 3 бөлікке бөлеміз. Бірақ мен сіздерге біреуін пісіріп көрсетемін. Қамыр жұмсақ болғандықтан жаймаймыз. Пештің табағын майлап, бірден табаққа салып, қолымызбен жаймалаймыз. Бұл қамыр бірақ жиырыла беретін болады, сондықтан кішкене ғана жаймалап, 5-10 минуттай қойып аламыз. 5 минуттай уақыт өтті. Енді қамырымызды созамыз. Мінеки дайын. Енді үстіне салмаларын саламыз. Мен осылай кетчуп пен майонезді араластырып дайындап қойдым. Қазір бірінші жарып шығамыз. Қызанақ саламыз. Саңырауқұлақ саламыз. Мен саңырауқұлақты алдын ала қорып алдым. Дайын. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минутқа ғана пісіріп аламыз. Ірімшігін сосын салатын боламыз. Мінеки 5 минуттан пиццаны шығарып, үстіне ірімшікті саламыз. Ірімшігі ерігенше тағы бір 5 минут салып аламыз. Мінеки пиццамыз дайын. Енді осыны табағымызға түсіреміз. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Ресторанның пиццасынан кем түспейді. Осы уақытқа дейін әртүрлі рецептермен дайындап көрдім, бірақ дәл осылай шыққан емес. Сіздерге де осы менің рецептім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Рецептім ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ас болсын.